Алматыда студенттер мәйітханадағы мүрделермен ойнаған. Мәйітханада түсірілген видео көпшіліктің ашуын тудырды. Армысыздар достар, егер де сіздер әртүрлі жаңалықтардан немесе оқиғалардан хабардар болып жүргілеріңіз келсе, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Студенттер мәйітханадағы адам мүрделерімен ойнаған. Ол ма ерсі қылықтарын ұялы телефонға түсіріп әлеуметтік желіде жариялаған. Астана ТВ.кз тілшілерінің хабарлауынша, ақ халат киген жастар суда жатқан мәйіттердің де қолынан ұстап оны желіге жүктепті. Әлеуметтік желіде жылдам тараған бейнежазба қызу талқыға түсті. Көпшіліктің ашуын тудырды. Онда парақша иесі мәйіттердің дене мүшелерінде жеке-жеке көрсеткен. Желі қолданушылары парақша иесі Алматыдағы танымал медициналық университетте оқитынын жазған. Ал жоғары оқу орнының өкілдері жазба есін тауып, мән-жайды анықтауға көшіпті. Психолог Айгүл Қараманова хайп үшін мұндай қадамға барғандардың ауытқуы бар деп есептейді. Ол желіге желіккендерді жазалау қажет деп отыр. Біріншіден, бұл жерде отбасылық тәрбиеге байланысты. Мәйітпен ойнаған адам ол тас жүрек. Жүрегінде иманы жоқ. Ойының бәрі хайп, тикток. Психологиясының ауытқуы бар адам. Тиктокқа заң қою керек қой. Осындай қорқынышты мәйітті, осындай суға секіруге болмайды деген заңды, қағидаларды қойса, жастар оған дейін бармайды дейді психолог.